Армысыздар, қымбатты, ардақты, ақылды ютубтағы жаным менің қалан қазағым сіздермен бірге Алмас Түгінбайұлы, медика биологиялық тамақтану мен оңалту институтының директоры. Бүгінгі түсірілімде сіздерге электролиттер деген не және оның пайдасы туралы айтып кетемін. Электролиттер деп біз барлық сұйықтықтарды айтамыз. Электрозарядталған молекулалар немесе атомдары бар. Электролиттер бұл электрозарядтарды тасымалдауға қабілетті заттар. Олар диссоциацияға ұшыраған, бөлінген, ыдыраған иондардан қалыптасады. Және олар ерітілген күйінде сұйықтықтарда болады. Адамдың ағзасында негізгі электролиттер бұл қан, лимфа сұйықтықтары және ұлпар сұйықтықтары. Осы үш негізгі электролиттер адамдың ағзасында барлық 12 жүйемізді, мүшелерімізді байланыстырып тұратын, зат алмасу процесін қалыптылып ұстап тұратын. Электролиттердің иондары адамдың, жануарлардың, өсімдіктердің, құрт құмырсқалардың, барлық тірі жандардың ағзасында көптеген маңызды шаруаларға атқарады, қатысады. Мысалы, олар жүйкеден импульс беруге қатысады. Судың, электролиттердің балансын реттеуге қатысады ағзада. Қышқылдар мен сілтілердің тепе-теңдігін реттеуге қатысады. Ойлауға, когнитивтік қабілеттіліктің жақсы болуына қатысады. Жыныстық өмірдің сапасы болуына қатысады. Басқа да жүйеміздің дұрыс жұмыс істеп тұру үшін дұрыс зат алмасу процесі керек. Сол зат алмасу процесі жақсы болса, барлық жақсы болса, дұрыс болса, барлық жақсы жұмыс істеп тұрады. Зат алмасу процесі, дұрыс зат алмасу процесі электролиттердің арқасында болады. Электролиттердің қуаты және қоректі заттардың арқасында болады. Тағы да сутегінің қуатының арқасында болады, тағы да ол да қуат. Өйткені негізгі электролиттер адам ағзасында натрий, хлор, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, селен, железо, кремний, медь. Сондықтан электролиттердің дефицитінің жетіспеушілігін жеткізбеу керек. Электролиттердің жетіспеушілігі, дефициті көптеген аурулар тудырады. Сондықтан электролиттің балансын сақтауға және бақылауға өте маңызды. Осы электролиттердің жетіспеушілігінен қазіргі біздің қоғамда көптеген аурулар орын алып жатыр. Мысалы, жастар арасында неше түрлі аурулар жылдан жылға артып келеді. Ерте мүгедектік, ерте қартаю,
зейнеткерлік жасқа жетпеген еңбекке қабілетті халықтың өлім саны жылдан жылға артып келе жатыр. Ең жаманы біздің қоғамда ауаның, судың сапасы нашар болғандықтан, азық-түліктерінің сапасы нашар болғандықтан, халық тұтатын тауарлардың, дәрі-дәрмектердің сапалары нашар болғандықтан, қоғамдың көпшілігі қазіргі, халықтың көпшілігі қазіргі аурушаң. Осы себептен жылдан жылға туылып жатқан балалардың арасында генетикалық, психологиялық аурулар мен аутизм, ДЦП сияқты туатын балалардың туу көрсеткіші жылдан жылға артылуда. Бұл жай ғана балалар емес, олар болашақ біздің азаматтар, елдің, жердің, мемлекеттің мүдделерін қорғайтын азаматтар, елімізді, жерімізді мәңгі қылып сақтайтын азаматтар емес пе? Сондықтан ең жаманы осы болып тұр қазіргі заманда. Сондықтан қалың жаным менің, қалың қазағым ютубтағы осындай медика биологиялық тамақтану мен оңалту институтын сататын өнімдермен судың сапасын жақсартатын құрылғыларды алыңыздар. Адамдың өмірінің сапасын жақсартуға арналған, өмір жасын ұзартуға арналған өнімдермен құрылғыларды. Бұл біз сататын өнімдермен құрылғылар, электролиттердің қуаты, сутегінің қуаты, қоректі заттар, медициналық микросфералардан салынған өнімдер, бұлардың барлығы түрлі күрделі ауруларды, онкология, қант диабеті, инсульт, инфаркт сияқты басқа да көптеген ауруларды зат алмасу бұзылу себебінен болған, туындаған тиімді емдейді. Емдеу кезінде таптырмас өнімдер. Сондықтан егер де сіз күрделі аурулармен ауыратын болсаңыздар, біздің өнімдермен құрылғыларды алыңыздар, емделу мақсатында. Ал егер де сіз сау болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз, отбасыңыздың денсаулығы сізге маңызды болса, ауруларды алдын алу мақсатында күнделіктегі алыңыздар. Өйткені жаңағы айтылып кеткендей, судың, ауаның, азық-түліктің, халық тұтынатын тауарлардың, дәрі-дәрмектердің сапасы өте нашар. Арамызда ерте ме кеш пе бұл барлығымыздың түбіне жетеді. Осыны біліп жүріп, түсініп алу керек барлығымызға. Және біз сататын өнімдер мен құрылғыларды Қытайдың, Оңтүстік Кореяның, Японияның клиникаларында және отбасыларында үй жағдайында қолданады бұның барлығын. Өйткені бұл жай ғана емдеуге, оңалтуға арналған заттар емес, бұның барлығы ауруларды алдын алу мақсатында қолдануға арналған үй жағдайдағы қолдануға болатын өнімдер мен құрылғылар. Бұл өнімдер мен құрылғыларды балалардан бастап үлкен адамдарға дейін қолдануға болады. Кішкентай балалардан бастап.
Сондықтан тағы да айтайын дегенім, мына табиғатта барлық тірі жандар, адам, жануарлар, өсімдіктер, құрт құмырсқалар барлығы минус деген зарядпен орналасқан заряд арқылы жұмыс істейді. Мысалы, адамдың қанын өлшейтін болсаңыздар, сау адамдың қанында минус 300 милливольт болады. Қуаттың көрсеткіші, сау адамдың қуатының көрсеткіші минус 300 милливольтқа дейін барады. Және ол сілтілі болады, қаны кішкене. Жануарларда да солай. Өйткені жануарлар олар да солай. Көбінесе, әсіресе мына шөп жейтін жануарларда да солай. Және мына мысалы сіз жаңа өсіп тұрған алмадағы өсіп тұрған пісқан алманы жұлып алсаңыз, және сол жерде сол алмадан шырын сықатын болсаңыз, сыққан шырынын өлшейтін болсаңыз, ОМП аппаратымен, құрылғысымен алмада теріс зарядталған зарядтарын көрсетеді. Алманың көрсеткіші где-то 70 милливольтқа дейін барады. Және алмалардың да ана шырыны сілтілі болып келеді. Көрдіңіздер ме? Табиғатта барлық тірі жандар теріс заряд арқылы жұмыс істейді. Физика заңы бойынша бір полярлы зарядтар бір-бірлерімен кездескен кезде олар бір-бірлеріне өздерінің зарядтарымен әсер етіп бір-бірлерінен итеріле бастайды, алыстайды. Осы фактор физиканың заңдылығы осы тірі организмдерде де солай. Сондықтан біздің қан, лимфа сұйықтықтар, ұлпар сұйықтықтар, бұлардың барлығы да электролиттер, теріс зарядталған иондарға, аниондарға қанықтырылған. Теріс зарядтардың арқасында, теріс зарядтар бір-бірлерінен итерілудің арқасында қан айналымы, лимфа айналымы, ұлпар сұйықтардың айналымы болады. Осы дұрыс теріс зарядталған иондар, аниондар көп болса ағзамызда, бұл біздің ағзамыздағы жақсы, қалыпты зат алмасу процесті болып тұр деген сөз. Сондықтан біздің сататын өнімдер мен құрылғылардың барлығы теріс зарядтарға ие. Су құрылғыларымыз сутегінің қуатын береді. Ауа мен судың құрылғылары, олар ауа мен суды теріс зарядталған иондарға, аниондарға қанықтырады. Электролиттердің қуаттарын береді. Суды сілтілі қылады. Жеміс-жидектер, біз сататын жеміс-жидектер, көкөністер, олар да электролиттердің қуаты болып келеді. Ағзада олар да жеген кезде
біраздан кейін пайдалы микрофлора бізге сол алма жеміс жидектерден, көкөністерден қуат өндіреді, электролиттердің қуатын, және бидайдың жасыл шөбінен жасалынған мұздатылған шырындардан да оларды да сатамыз. Бөлшек және көтерме бағалармен барлығы. Оның үстіне біз сататын әрбір жеріне арналған микросфералар бар. Және спальныйға жататын бөлмеге арналған жастық, матрас, көрпелер бар. Олар да ішінде толтырғыштардың барлығы медициналық микросфералардан салынған. Осы микросфералардың молекулалары теріс зарядпен орналасқан. Теріс зарядтар адамдың бойындағы статикалық зарядпен орналасқан, плюс деген зарядтармен орналасқан гидроксилдік процестерді, ыдырау өнімдерді тартады да тері арқылы шығарады. Кіші дәрет арқылы, үлкен дәрет арқылы, тері арқылы шығару жүйесінің мүшелері арқылы шығарады. Осылай микросфералар биологиялық, электрофизикалық, электрохимикалық тартылыс жасап, барлық гидроксилдік процестерді, ыдырау өнімдерді шығарып тастайды адамдың ағзасынан. Содан кейін ол шлак токсиндер шыққаннан кейін электролиттердің жақсы айналымын қамтамасыз етеді. Сондықтан қымбатты қалың қазағым, жаным қазағым ютубтағы, мен айтып отырған нәрселердің барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Біздің өнімдер мен құрылғылар алыңыздар. Сатудан түскен пайда институттың дамуына қажетті құрал саймандарды, жабдықтарды сатып алуға жұмсалынады, және зерттеулер іргелі, қолданбалы зерттеулерді жүргізуге жұмсалынады. Және ең бастысы ұлттық денсаулық сақтау мен халықтың әл-ауқатын арттыруға, дамуға бағытталған бағдарламамызды іске асыруға жұмсалынады. Қымбатты жерлестер, қалың қазағым, жаным менің қазағым, осы түсірілім сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде 4 қадам жасаңыздар. Осы түсірілімге лайк қойыңыздар. Екінші, осы түсірілімді жақындарыңызға, достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Барлықтарына пайдалы болады. Және міндетті түрде Алмас Дүкенбайұлы деген YouTube парақшаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені 1000 адамдан асқан кезде біз сіздерге тікелей эфир арқылы ұлттық денсаулық сақтау және халықтың әл-ауқатын артуға, дамытуға бағытталған бағдарламамызды айта бастаймыз. Және институттың сататын өнімдері мен құрылғылар туралы көбірек пайдалы ақпарат бере бастаймыз. Бұл мүмкіндік болады. Тікелей эфир жасап, осының барлығы. Және бағанағы айтылған бағдарлама тек сіздер мен біздер іске асырыламыз. 4-ші, міндетті түрде медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институттың халықтың
өмірінің сапасын жақсартуға арналған, өмір жасын ұзартуға арналған өнімдер мен құрылғыларды алыңыздар. Бүгінгі әңгіме осымен аяқталады. Бүгінше осы. Сол келесі кездескенше сау болыңыздар.